Сәлем баршаңызға. Бүгін өзбекский нан дайындайтын боламын. Күлше нан өте дәмді әрі жұмсақ, тез дайындалады. Бізге ең алдымен ұн, секер, тұз, дрожж, су және сұйық керек болады. Ұнымызды илекштен өткіземіз. Мен илекштен өткіздім. Менде миксер болған соң миксерлеймін. Қолмен илесеңіз де болады. Ұнымызды секер саламыз, дрожж саламыз және тұз саламыз. Араластырамыз. Аздап жылы су құямыз. Және сұйық майымызды құямыз. Және қалған суымызды құямыз. Жақсылап илейміз. 10 минутта илейміз. Қолға жабысатын болса, ұн салсаңыз болады. 10 минут өткеннен кейін, 10 минут илегеннен кейін ұн сеуіп, кішкене қамырымызды бір келкі қылып, тағы жайып аламыз. Бір келкі қылып, тағы илеп аламыз. Ең қандырып. Илеп болған қамырымызды табаға салып, 1 сағатқа қалдырамыз, бетін жауып. Бір сағаттан кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін бетіне ұн сеуіп, қамырымызды аламыз. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. 4 бөлікке бөлсеңіз де болады. Домалатамыз. Енді кішкене басып, ортасын басатын боламыз. Ортасын басатын боламыз. Жақсылап жұқа қыламыз кішкене. Осылай жасасаңыз да болады. Жасамасаңыз да болады. Дайын болған қамырымызды тағы бетін жауып, 10-15 минутқа қоямыз көтерілу үшін. Көтерілген қамырымызды бетіне жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқаңыз болмаса, сүт жақсаңыз да болады. Кунжут себеміз. Кунжут жоқ болса, мак сепсеңіз де болады. Макта, кунжутта болмаса, сеппесеңіз де болады. 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз қызарғанша. Дайын болды. Нанымыз ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қалам. Рахмет. Дайын болды. Ас болсын. Өте дәмді. Нанымыз өте жұмсақ. Дайындап көрсеңіз болады.